Сәлеметсіздерме, оқушылар? Мен Абай атындағы нөмірі 2 мектеп лицейінің биология пәні мұғалімі Көккөзова Нұргүл Ашимовна. Бүгін сіздермен 11 сынып грамм оң және грамм теріс бактериялары және олардың құрылыс ерекшеліктері тақырыбымен танысамыз. Оқу мақсаты грамм оң және грамм теріс бактерияларды зерттеу. Сабақ мақсаты бірінші грамм оң және грамм теріс бактерияларды зерттеу. Екінші грамм бойынша бояумен танысады. Үшінші споралар түзілу процесін оқып үйренеді. Енді оқушылар алдарыңызда тұрған шахмат тақтасына алдыңғы тақырыпты естеріңізге түсіріп, осы шахмат тақтасындағы ақ ұяшықтарға негізгі ұғымдарды жазып жабыстырсаңыздар болады. Және өз ойларыңызбен бөлісе кетсеңіздер. Енді балалар, мен сіздерге қазір жағдаяттық тапсырма беремін, инфекциямен қорғаныс деген. Сыныпта адам ағзасына енетін екі түрлі бактерия бар деп елестетейік. Бірінің қабырғасы қалың, біркелкі, ал екіншісінің қабырғасы жұқа және сыртқы мембранамен қоршалған. Екеуі де антибиотикке әртүрлі реакция береді. Сұрақ: бірінші, қай бактерия антибиотикке төзімді болатынын болжаңыз. Енді дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Қалың қабырғалы бактерия антибиотикке сезімтал болады. Себебі пептидогликан қабаты кедергі жасамайды. Жұқа қабырғалы және сыртқы мембранасы бар бактерия антибиотикке төзімді. Екінші сұрақ: неліктен екіншісі қиын емделетінін түсіндіріңіз дейді. Дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. Себебі сыртқы мембрана арқылы антибиотик өтуі қиындайды. Үшінші сұрақта: бұл бактериялардың адам денсаулығына әсері қалай болуы мүмкін? Өз ойларыңызды айтсаңыздар. Дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. Адам ағзасына әсері грамм теріс бактериялар эндотоксиндер шығарады және патогендік қасиетке ие болуы мүмкін. Ал грамм оң бактериялар кейде инфекция тудыруы мүмкін, бірақ көбінесе антибиотикпен жеңіл емделеді. Балалар, мына жерде бактериялардың жіктелуі берілген екен. Сіздер бірнеше биологияның саласын білесіздер, иә? Соның ішінде бактерияларды жіктеуге қатысатын бірнеше сала көрсетілген. Соның біріншісі бізде морфологиялық. Морфологиялықта колониялардың сыртқы ерекшеліктеріне және жасушалардың морфологиясына мән береді екенбіз. Метаболиттік салада параметрлерге, түрлі субстраттарда өсу қабілетіне, ал иммунологиялықта бактерияларды олардың антигендік қасиеттеріне қарай бөлу. Генетикалықта бактериялардағы генотипінің фенотипке әсері туралы зерттейміз. Бүгінгі сабақта балалар, сіздер грамм оң және грамм теріс бактериялардың жасуша қабықшасының құрылысын білу керексіздер. Жасуша қабықшасындағы пептидогликанның мөлшеріне байланысты барлық микроорганизмдер грамм оң және грамм теріс болып бөлінеді. Жасуша қабықшасында пептидогликанның мөлшері көп, яғни 50-80% болатын болса, олар
грамм оң болады. Егерде 5 немесе 20% болатын болса, онда грамм теріс болады. Енді мына суретке назар аударайық, балалар. Бұл суретте А әрпімен белгіленген грамм оң бактериясы. Келесі қасындағы суретке назар аударамыз. Бұл әрпімен белгіленген грамм теріс бактериясы. Яғни эу бактериялардың жасуша қабықшаларымен танысатын боламыз. Бірінші бірмен белгіленіп тұрған жерде назар аударамыз. Мына жерге көңіл бөлеміз, қараймыз. Бұл бізде цитоплазмалық мембрана. Мына бөлік бізде цитоплазмалық мембрана. Екеуінде де цитоплазмалық мембрана бар. Ары қарай келесі 2 санымен белгіленіп тұрған бөлікке назар аударамыз. Бұл бізде пептидогликан. Жаңа біз айтқан болатынбыз, пептидогликанның мөлшеріне байланысты. Егерде 50 мен 80% болатын болса, ол грамм оң болады дегенбіз. Көрініп тұр ма? Қалыңдау тұр. Егерде 5 немесе 20% болатын болса, ол грамм теріс дегенбіз. Мына бөлікте көріп отырсыздар ма? Жақсы. Ары қарай келесі бізде сарымен беріліп тұр мына жерде. Грамм теріс бактериясында мына жерде бөлікке көңіл аударып қараңыздар. Және мына бір бөлігінде тұр. Ал грамм оң бактериясында ондай бөлік жоқ. Енді бұл бізде қандай бөлік екен? Назар аударамыз. Бұл бізде периплазмалық кеңістік. Периплазмалық кеңістік. Жақсы. Келесі 4 санмен берілгенге назар аударамыз. Ол бізде грамм оң бактериясында байқалмайды, балалар. Ал грамм теріс бактериясында көріп тұрғандай міне ирелең болып сыртынан қоршап тұр. Бұл бізде сыртқы мембрана. Енді соңғы бізде 5 санмен берілген. Бұл бізде не нәрсе екен? Ортасында ДНК орналасқан цитоплазма екен. Мынау ДНК-сы, мына екеуінде де бар ДНК. Шашыраңқы түрде орналасқан. Одан кейін мынау бізде жасылмен көрсетіліп тұрған ол цитоплазма. Оның сыртындағы цитоплазмалық мембрана. Жақсы. Енді оқушылар, мына грамм теріс бактериясының сыртқы құрылысы грамм оң бактериясына қараған кезде өзгешелеу болып тұр. Сондықтан осы грамм теріс бактериясының жасуша қабықшасының сұлбасын біз жеке бөліп алып, мына жерде қарастырайық. Жеке бөліп алдық, үлкейтіп, енді осымен танысайық. Бірінші көріп отырсыздар, дөңес бұдырлы болып келген, бұл липопротеиндік қабат. Протеиндер, липопротеиндік қабаттар. Тұрғандарыңыз. Мына бөлікте тұрғандардың барлығы липопротеиндік қабат. Келесі, екінші, мына жердегі мына бөлікте тұрған бұл бізде липополисахаридтік қабат болып саналады. Мына бөліктер. Енді үшінші бөлікке қараймыз. Үшіншіге мына жерде де берілген үшінші, мына жерде көрсетілген үшінші. Үшіншісі бізде өзектер. Орталары ашық тұр. Өзектер. Келесі, мына көріп отырсыздар, тізбек сияқты түрінде орналасқан. Бұл бізде борпылдақ молекулалы нәруыз дейді. Яғни нәруыздар. Нәруыздар бізде амин қышқылдарының тізбектеріне тұрады. Мына тізбектелген бұл нәруыздар. Борпылдақ деп тұрғаны араларында бос кеңістіктері бар. Көріп отырғандарыңыздай. Енді оқушылар, келесі бізде мына 5 санмен берілген. Бұл бізде гликопептидтік қабат. Гликопептидтік қабат. Одан кейін 6 санмен көрсетіліп тұрған ол цитоплазмалық мембрана. Сонымен грамм теріс бактериясының цитоплазмалық қабатынан бастап
жоғарыға дейінгі бөлікті жеке бөліп алып қарастырдық. Енді осының ішіндегі мынау 5-ші тұрған гликопептидтік қабатты жеке бөліп алып мына суретте қарастырамыз. Ол неден тұрады екен? Енді қараңыздар. Бірінші бізде бұл ацетил мурам қышқылы, ацетил мурам қышқылдары бар. Одан кейін тізбек түрінде орналасып тұр. Араларында ацетил глюкоза амин орналасқан. Ацетил глюкоза аминдар орналасқан. Ацетил мура қышқылына пептидтік тізбектерменен нәруыздар жалғасады. Ол нәруыздар бір-біріменен пентол глицинді көпіршелер арқылы байланысады. Мына сонда мынау гликопротеиндік қабаттың өзі осындай құрылымнан тұрады екен балалар. Жақсы, енді бізде бактерияларды бояу тәсілдерімен танысамыз. Ең кең таралған бояу тәсілі грамм бойынша бояу. Грамм бойынша бояу тәсілінің бірінші ретімен танысып өтейік. Кристалл күлгін, препаратты жуу, йод ерітіндісімен өңдеу, сумен жуу, 95% этанолмен өңдеу, сафранинмен өңдеу. Грамм оң бактериялар жасушалары кристалл күлгінді жинап, көк түске боялады, ал грамм теріс бактериялары кристалл күлгін этанолмен шайылып, жасуша түссізденеді де, жасушалар сафранинмен қызыл түске боялады. Мына жерде бояу әдісі көрсетілген. Бірінші бактерияны заттық әйнекке бекіту керек, яғни фиксация жасаймыз. Одан кейін кристалдық күлгін бояуын қосу дейді, йод пен ерітіндісімен өңдеу, этил спиртінде шаю, сафранинмен бояған уақытта грамм оң көкшіл түске және грамм теріс қызғылт түске боялатындығын көріп отырсыздар, боялады екен. Споралардың түзілуі. Эндоспоралар, яғни грамм оң екі топқа бөлінеді. Аэробты таяқшалар және анаэробты таяқшалар. Метаболизмнің баяулауы жасушаларды қызуға, кебуге және химиялық заттардың әсеріне төзімді етеді. Споралар жылдар бойы тіршілігін сақтауы мүмкін. Оларды 121 градус Цельсий температура қысымда 20 минут қыздыру арқылы ғана жоюға болады екен. Микроорганизмдер спорасы. Микроорганизмдер сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына түскен кезде түзіледі. Яғни қолайсыз жағдайға түскен кезде олар спора түзеді. Эндоспораның құрамымен таныс болайық. Эндоспораның құрамы. Мынау бізде эндоспораның нуклеотид, одан кейін цитоплазмасы, спораның ішкі мембранасы. Көріп отырсыздар, е? Спора қабықшасының қалың қабаты, спора жамылғысы, мынау сыртындағы тұрған, және экзоспориум, ең сыртында. Бұл бізде эндоспораның құрылысы. Эндоспора осыдан тұрады екен. Сіздер білесіздер, бактериялар қолайсыз жағдай туған кезде спора түзеді. Балалар, енді ары қарай біз грамм оң және грамм теріс бактерияларының типтермен танысамыз. Грамм оң бактерияларының типтері мына жерде жазбаша түрде беріліп тұр. Қазір танысамыз. Сосын сурет түрінде де берілген. Енді негізгі грамм оң бактерияларының 6 негізгі типін ажыратуға болады. Коккалар формасындағы екі типі болады. Оларға стрептококктар, яғни кокка жасушаларының тізбектері. Стафилококктар, кокка жасушаларының түрлі агрегаттары. Спора түзуші таяқшалардың екі типін ажыратамыз. Олар бациллалар, аэробты таяқшалар және клостридиялар,
анаэробты таяқшалар. Спора түзбейтін таяқшалардың екі типі бар. Олар коринобактериялар және листерия. Келесі грам-теріс бактериялары. Оларға үш типін ажыратамыз. Диплококтар, спирохеталар, салмонеллалар. Енді бұны дәптерлеріңізге жазып алуларыңызға да болады. Бактериялардың түрлерін екіге ажыратып, қандай бактериялар жататындығын білу үшін сіздерге бұл қажет. Енді балалар, біз ары қарай тапсырма орындасақ. Тақтаға назар аударамыз. Бірінші тапсырма. Төменде бактериялардың сыртқы мембранасының екі түрлі құрылысы берілген. Бактерия А және бактерия Б. Мұқият қараңыздар. Сіздерге сұрақ. А бактериясын анықтаңыз дейді. Яғни, мына жердегі А бактериясы қандай бактерияға жатады? Соны анықтау керексіздер. Мына жердегі құрылысына назар аударыңыздар. Сосын жауаптарыңызды айтсаңыздар. Енді дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. Яғни, грам-теріс бактериясы екен. Жақсы. Келесі сұрақ. Б бактериясымен мембрана құрылысының А бактерия мембрана құрылысының ерекшелігін сипаттаңыз дейді. Яғни, Б-ның А-дан ерекшелігін сипаттау керексіздер. Яғни, грам-теріс бактериясының мембрана құрылысының бактерия оң мембранасының құрылысындағы ерекшелікті сипаттау керексіздер. Енді дұрыс жауапты ашайын. Жасуша қабықшасы жұқа, күрделі, яғни липидтер мен полисахаридтерден тұрады дейді. Және лизосимнен қорғайды. Екінші тапсырма. Төмендегі кестені толтырыңыздар. Салыстыру белгісі бойынша жерде грамм-оң бактериялары және грам-теріс бактериялары берілген. Олардың бірінші жасуша қабықшасының құрылысын жазу керексіздер. Бос орындарды толтырып кестені. Сыртқы мембрананы және антибиотиктерге төзімділігін, адам ағзасына әсерін, грамм-оң және грам-теріс бактерияларды салыстырып кестені толтырыңыздар. Кестені толтырып болсаңыздар, біз дұрыс жауаптармен өзімізді тексерейік. Мен енді дұрыс жауапты ашайын. Мұны көріп отырғандарыңыздай, алдарында дұрыс жауаптары шықты. Яғни, жасуша қабырғасының құрылысы бойынша грамм-оңда қабырғасы қалың және пептидогликан басым. Грам-терісте жұқа, пептидогликан аз. Сыртқы мембрана оңда болмайды. Грам-терісте бар. Антибиотикке төзімділігі оң бойынша көбінесе сезімтал, теріс бойынша төзімді. Адам ағзасына әсері кейбіреуі ауру тудырады, ал теріс бойынша ауыр инфекцияларды тудырады. Енді келесі тапсырма. Грам-теріс бактериясының жасуша қабықшасының құрылысын анықтаңыздар дейді. Жақсы балалар. Енді осы бойынша сұрақ белгілерін мен қазір үстін басып отырамын. Сіздер анықтасаңыздар. Біріншісі. Бәріміз бірге орындайық, Бірінші мен ашамын. Сіздер жауаптарыңызды айтыңыздар, сосын мен ашып отырамын. Жақсы. Келесі бізде не бейнеленген екен? Тексерейік. Одан кейін бізде не нәрсе еді? Есімізге түсіріп айта қояйық. Тексерейік. Келесін тексерейік. Келесі. Соңғы дұрыс жауапты ашайық.
Жақсы. Келесі тапсырмамыз құрылым, қызмет, салдар тізбегін толтыруымыз керек. Сіздерге мына құрылым беріліп тұр. Сіздер оның қызметі мен салдарын анықтау керексіздер. Қалың пептидогликан қабаты бұл сіздерде құрылым. Енді оның қызметі мен салдарын анықтау керексіздер. Ал енді мен дұрыс жауапты ашайын. Дұрыс жауапта қызметі қорғайды, салдары бояуды сақтайды және антибиотикке сезімтал болады екен. Келесі құрылым бізде сыртқы мембрана. Оның қызметі мен салдарын жазсаңыздар. Жақсы, мен енді дұрыс жауапты ашайын. Өздеріңізді тексеріңіздер. Қызметі қорғаныш қызметін атқарады. Салдары антибиотиктердің әсері төмендейді. Келесі липополисахаридтер бұл құрылым. Бізге қызметі мен салдары керек. Дұрыс жауапты ашамын. Өздеріңізді тексеріңіздер. Яғни қызметі эндотоксин ретінде әсер етеді, ал салдары ағзада улану және қабынуды тудырады екен. Келесі тапсырмамыз грамм оң және грамм теріс бактериялардың жасуша қабықшасының құрылысын жіктеңіздер дейді. Қазір сіздермен бірге грамм оң және грамм теріс бактериялардың жасушасының құрылысын жіктейміз. Бізге екі баған берілген. Бірінші бағанда грамм оң, екінші бағанда грамм теріс жасушалары. Енді осыларды жүктеуіміз керек. Бірінші пуриндік өзектері бар дейді. Пуриндік өзектері кімдерде болады? Грамм теріс бактерияларында болады. Мен бірден дұрыс жауаптарды айтып отырайын. Сіздер өздеріңізбен бірге тексеріп отырыңыздар. Келесі ішкі цитоплазмалық мембрана. Ішкі цитоплазмалық мембрана. Ішкі цитоплазмалық мембрана деген бізде екеуінде де болады. Мынаны оңға немесе теріске апаруымызға да болады, өйткені ол екеуінде де бар. Бірінші оңға барып көрейік. Екінші міне ішкі цитоплазмалық мембрана дейді. Енді оны теріске апарамыз. Яғни ол екеуінде де болады деген сөз. Келесі пептидогликандардың жұқа қабаты, құрамында липополисахаридтері бар сыртқы мембрана. Сыртқы мембрана кімдерде болушы еді? Әрине, грамм теріс бактерияларында. Келесі периплазмалық кеңістік жоқ. Оны біз қайда апарамыз? Грамм оңға апарамыз. Лизоцим мен пенициллин әсеріне төзбейді. Бұл да бізде грамм оң бактериялардың жасушаларын сады. Липидтердің мөлшері көп. Бұл бізде грамм теріс. Пуриндік өзектері жоқ. Ол бізде грамм оң. Эндотоксин. Ол бізде грамм теріс. Липидтер мөлшері аз болады. Бізде ол грамм оң. Периплазмалық кеңістік бар. Бұл грамм теріс. Лизоцим мен пенициллин әсеріне төзімді. Грамм теріс. Эндотоксиндері жоқ. Ол оң. Келесі пептидогликандардың сыртқы қалың қабаты. Бізде ол оң. Екі қабаттан тұрады. Оң грамм. Үш қабаттан тұрады. Грамм теріс. Келесі тапсырмамыз оқушылар. Грамм оң және грамм теріс бактерияларды бағандарға орналастырыңыздар дейді.
дәптерлеріңізге орналастырып жазуларыңызға болады, тақтаға шығуларыңызға болады. Дәптерге жазып аламыз, жақсы. Мен қазір енді сіздермен бірге қоса орындап көрейік. Бірінші, аэробты бациллалар қайсына жатады балалар? Грамм оң бактерияларға немесе грамм теріс бактерияларға? Мен бірден белгілеп отырайын. Грамм оң бактерияларға жатады екен. Анаэробты класторидилер, ол грамм оң. Мен дұрыс жауаптарын бірден айтып отырмын, балалар. Сіздерде де өздеріңіз тексеріп отырыңыздар. Стрептококтар грамм оң. Диплококтар грамм теріс. Листериялар грамм оң. Спирохеталар грамм теріс. Стафилококтар грамм оң. Бізде енді микобактериялар грамм оң болады бізде. Бізде енді балалар зертханалық жұмыста нөмір 13 зертханалық жұмыс жасаңыз. Тақырыбы бактерияларды грамм әдісі бойынша бояу. Мақсаты бактерияларды грамм әдісі бойынша бояуды үйрену. Құрал жабдықтар бізге керек. Ол заттық және жабындық шынылар керек. Микробиологиялық ілмек қажет. Препараттарға арналған тұғыры бар кристаллизатор, су бар шайғыш, микроскоп, 1% гинциан виолет ерітіндісі, глюкол ерітіндісі және 95% этанол немесе спирт, фуксиннің 0,1% судағы ерітіндісі, иммерсиялық май, микроорганизмдердің таза тәуліктік өсінділері қажет. Енді осыны жасап көрейік, балалар. Енді балалар, зертханалық жұмысымызды жасап көрейік. Заттық шыны тұратын бізде тұғыр. Осы тұғырға біз заттық шынымызды орналастырамыз. Одан кейін дистилденген сумен алып заттық шыныға тамызамыз. Микробиологиялық ілмекті жалынның отына қыздырамыз, залалсыздандырамыз, суытамыз. Суыған ілмекпен Петри табақшасындағы микроөскіннен кішкене алып, заттық шыныдағы суға диаметрі 1 см етіп біркелкі жаямыз. Фиксациялау үшін препаратты спирт шамының жалынында 5-6 секунд қыздырамыз. Микроөскінді өлтіру керек. Өлген микроб жасушалары тірі жасушаларға қарағанда жақсы боялады. Микроорганизмімізді бояу үшін гинцин виолет ерітіндісін толық жабылғанша тамызып бояймыз. Гинцин виолет ерітіндісін тамызғаннан кейін 2 минут боялғанша күтеміз. Одан кейін препаратымызды глюкол ерітіндісінде шаямыз. Дистилделген сумен жуамыз. Одан кейін 30 секундтай 90% спиртте немесе этанолға салып қоямыз. Түстізденгенше ағынды сумен тазалап жуамыз. Бактериялардың грамм теріс тобын анықтау үшін препаратқа қосымша фуксин немесе сафранинмен 2-5 минут бояймыз. Одан кейін ағынды сумен жуамыз. Сүзгі қағазбен кептіреміз. Жақсы көріну үшін иммерсиялық майды жағамыз. Одан кейін микроскоптың астына қойып,
нәтижесін көреміз. Нәтижесін көрейік. Нәтижесінде грамм оң бактериялары көк түспен, грамм теріс бактериялары қызыл түспен боялады. Келесі бізде енді бекіту тапсырмасы ретінде 10 сұрақтан тұратын тест жұмысы балалар. Бұл сіздерге мұны Google форм арқылы беремін. Оны қазір орындайсыздар. Google формның сосын сіздердің осы бүгінгі тақырып зертханалыққа байланысты 10 сұрақтың жауабын көретін боламын. Жақсы, енді сабағымызды қорытындылайық. Қорытындылау үшін практика әдісінде, яғни жағдаяттық тапсырма, құпия зертхана. Зертханада белгісіз бактерия анықталды. Төмендегі деректер алынған. Бірінші, спиртпен өңдегеннен кейін күлгін бояу сақталмады. Екінші, антибиотик әсері әлсіз болды. Үшінші, жасуша қабырғасында қосымша мембрана бар. Балалар, тапсырмаларға көшейік. Бірінші, бұл бактерия оң ба, әлде теріс ба? Жауаптарыңызды енді дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. Дұрыс жауабы бұл бактерия грамм теріс екен. Екінші сұрақ. Әр деректі пайдаланып, шешіміңізді дәлелдеңіз дейді. Шешімдеріңізді дәлелдеңіздер балалар, деректерді пайдаланып. Дұрыс жауабы спиртпен өңдегенде күлгін бояу сақталмады, пептидогликан қабаты жұқа, жасуша қабырғасында қосымша мембрана бар, грамм теріс бактерияға тән, антибиотик әсерінің әлсіз болуы сыртқы мембрананың қорғаныш қызметінен байланысты. Үшінші сұрағы, мұндай бактерия адам ағзасына қалай әсер етуі мүмкін дейді. Жауабы, мұндай бактериялар эндотоксин бөліп, қабыну реакциясын күшейтіп, аурудың ауыр өтуіне себеп болуы мүмкін. Енді балалар, ары қарай сабағымызды рефлексия 3-2-1 әдісі арқылы жүргіземіз. Мен сіздерге мына ссылканы қазір жіберемін. Өздеріңіздің 3 жаңа мәлімет жазуларыңызға болады. 2 қызықты фактыны жазып, және 1 сұрақ немесе 1 түсінбеген жерлеріңіз болса, жазып жүрсеңіздер болады. Енді оқушылар үйге тапсырмалайық. Үйге тақырыптың соңындағы біліміңді тексер айдарының қолдану, талдау тапсырмаларын үйде орындап келіңіздер.